Сәлем достар, осындай хачапуриді міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі енді тіл үйіреді, осылай жұмыртқасына батырып жегенде өте дәмді. Ішіндегі ірімшігі енді балқып өте дәмді болып шығады. Олай болса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал енді біз хачапуримізді жасап бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз, үстіне қантымызды, ашытқымызды саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Сондай-ақ сары майды ерітіп саламыз және де тұз саламыз. Ұнды електен өткіземіз міндетті түрде. Ұнымызды салған соң барлығын араластырамыз. Сондай-ақ мен жұмыртқа салуды ұмытып барады екен. Жұмыртқаны салуды ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқа керек болады және жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Қамырды илеген соң тура 1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. 1 сағаттың ішінде осылай менің қамырым үлкен болып көтерілді. Енді қамырымызды көз мөлшермен тура 3 бөлікке бөлеміз. Егер бірдей болған қаласаңыздар, таразыға салсаңыздар да болады. Мен көз мөлшермен бөле беремін. Және де дәл осылай дөңгелек етіп қамырымызды дем алуға тағы да бір 10 минут уақытқа қоямыз. Қамырымыз кеуіп қалмас үшін үстін міндетті түрде пищевая пленкамен жауып қоямыз және де шетінен бір-бірден алып қамырымызды дөңгелек етіп ысамыз. Тым жұқа болып кетпесін, орташа көлемде дөңгелек етіп әрқайсысын ысып шығамыз. Сырлардан мен осы 2 түрлі сырды пайдаландым, сулугуни және осындай қатты кәдімгі ірімшік. Екеуін араластырдым. Таза сулугуни ірімшігінде пайдалансаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Енді осы ірімшікті үккіштің үлкен көзінен өткізген соң барлығын жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болу үшін. Және де өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай 3 үлкен дөңгелекке бөліп аламыз. Енді қамырымыздың үстіне екі жақ шетіне манағы бір дөңгелек ірімшігімізді салып, осылайша дәл видеодағыдай қамырды қайықша тәріздес етіп орап шығамыз. Мінекей қаттырақ басып шығыңыздар міндетті түрде, себебі біздің қамырымыз ашылып бітсе, ірімшігіміз де қамырымыз да барлығы күйіп кетуі мүмкін. Сол себепті де барынша қаттырақ қысып, үстінен бірнеше рет басып жіберіңіздер. Және екінші хачапури түрін осылай лепешка тәріздес етіп жасадым. Осылай дөңгелек шарик қылып алған сырымызды ортасына салып, қамырымызды ақырын екі жақтан дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа қылмаймыз және барынша қамырдың ашылып кетпеуін бақылаңыз. Себебі жаңа айтқандай ірімшікте қамырда күйіп кетуі мүмкін. Ең соңынан жұмыртқаның саруызына шамалғана сүт қосып, осылай беттеріне жағып шығамыз. Және әдемі көріну үшін бетіне сәл ғана осылай ірімшіктен сеуіп шығамыз. Мынау қайық тәріздес ерекше хачапури түріне ортасына ірімшік саламыз дағыны. Қызып тұрған 200 градус пеште 15 минутта пісіріп аламыз. Және дәл осы ортасын ашып, бір жұмыртқамызды жарып салып, тағы да 2 минутқа десек болады. Духовкаға салып аламыз жұмыртқасын ағы піскенше. Мінекей, осымен біздің хачапуриміз дайын. Наны жұмсақ, ал ішіндегі ірімшігі еріп, жеген кезде өте дәмді болып шығады. Әсіресе ыстықтай жеген жақсы, осылай сары май жағып жесеңіздер де болады. Назарларыңызға көп рахмет, сіздермен бірге болған мөлді.